жұмсақ болып шығатын шелпектің негізгі құпиясы қамырының дұрыс үйленуіне де байланысты. Қазір сіздерге өзімнің рецептімен бөлісейін. Ең бірінші парақшаға тіркеліп алыңыз. Таза ыдысымызға сүт және де су құйдым, үстінен тұз салдым және де бір жұмыртқаны жарып салып, үстінен 3 ас қасық қант салдым. Қантты көбірек салуға да болады. 5 грамм дрожж салып, електен өткізілген ұн салып, қолдың көмегімен жақсылап илейміз. Бұл жерде қамыр сұйық болмау керек, қатты да болмау керек. Барлығының мөлшерін төменге жазып қалдырамын. Мен 2 еселеп жасап жатырмын. Үстінен сұйық май құйып, жақсылап тұрып, майы сіңгенше осылай илеп, бетін жауып 1,5 сағатқа қалдырамыз. Көтерілгеннен кейін 14 бөлікке бөліп алдым. Ұн сеуіп, екі жағын оқтаудың көмегімен ақырындап жаясыз. Жұп-жұқа болып кетсе, бұл піскенде қатты болып қалады. Орташа көлемде жайғаныңыз дұрыс. Тойдан алған қазаным алғаш рет пісіріп жатырмын. Кең әрі шелпегіңіз батып, күшті болып піседі екен. Дәл осындай қазан түрлерін, наборларды